2022 жылғы түлектер міндетті түрде сіздер мына видеоны қарауларыңыз керек. Себебі бүгін біз 2022 жылдағы ОБТ тақырыбы, грант тақырыбы, мамандық таңдау, университет таңдау туралы біраз ақпарат айтайық деп тұр. Байқасаңыздар, мен қазір Балуан Шолақтың алдында тұрмын. Көбілеріңіз білетін Жуа.kz, барлықтарыңыз білесіздер ғой, сол Жуа.kz 3000 оқушыға арнайлап тұрып фестиваль жасап жатыр, яғни оқушыларға мамандық таңдау бойынша және де қосымша грантқа түсу туралы біраз ақпараттар айтайын деп тұр. Бірнеше спикерлер қонақта шақырылған болатын, және де сол жақтағы ақпараттан сіздер құр қалмас үшін мен де сол жаққа қонаққа барып, жалпы сол фестивальдің атмосферасын сезініп, және де сол ақпараттарды сіздермен де бөліскім келіп отыр. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Қосымша видеода біз бірнеше университеттерді де таныстыратын боламыз. Обзорға бармаған университеттер болады. Мысалға Казгю, Нархоз деген секілді университеттер. Сондай ақпараттардың барлығын білгілеріңіз келсе, міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Мен сенің өтінеш, сенің есігін ашып маған, мен асықтаран істерді, ұмытынды қауіптерді, соғысымен Алматы, шоу-фест! болмайды саған ұнайды, саған ыңғайлы демедің ғайлы, кереуетте біреу тұрмайды дайын, бұның бәрінен тізіп айтпаймын, жүрегім сендейге қайтпаймын енді. Жалпы бұл фесті мен қандай мақсатпен көрсеткім келіп жатыр? Өте көп ауылды аймақта немесе Алматыға келе алмайтын оқушылар көп. Және де бірақ бұл фестиваль 3000 оқушыға жасалынып жатыр осы жақта. Мен де сіздерге сол атмосфераны көрсеткім келіп отыр да. Қазір бірақ залға барған кезде сәл шумылау болуы мүмкін, менің даусым естілмей де қалуы мүмкін. Сол себепті де алдын ала кешірім сұраймын, бірақ сонда да сол атмосфераны міндетті түрде сезініңіздер. Кеттік. Андады көбеле, балтамы ғынады көбеле, андады көбеле. Екі камера, аудиозапись деген сияқты нәрселер оқушыларды қатты қинап жүрген жоқ па деген сияқты. Бізді неге қинай бересіздер деп оқушылар сұрайды. Сол жайлы айта кетсеңіз. Бұл жерде Қанат мырза, бізде өте маңызды бір мәселе бар. Академиялық адалдық болмай, ОБТ таза әділ өтпей, істелініп жатқан ешбір реформаның пайдасы болмайды. Ешбір реформаның пайдасы болмайды. Біздің мақсатымыз оқушыларды қинау емес, немесе ОБТ-ны қиындату емес. Біздің басты мақсатымыз ОБТ-ның адал өту үшін қадамдар жасау. Сонымен жаңа ғана көрсеткен кадр, ол ұлттық тестілеу орталығының директоры Руслан Мырзамен Қанат ағайдың сұхбаты болатын. Соған байланысты соңғы жаңалықтарды бөлісе кетейін. Жаңа айтылған ақпараттардың бірі ол камераға байланысты. Көп түлектер, 2022 жылдың түлектері осы камера артылып жатыр, тағы да бір фронталды камера қосылды деген секілді. Соған байланысты келесі жыл тағы да камера қосылама деген секілді сұрақтар болып жатыр. Бұл осы жылы енгізілген жаңалық, яғни қазіргі түлектерге ОБТ кезінде байқадыңыздар, бір алдыда төбеде тұратын камера бар, және де тексеріске екінші фронталды камера қосылған болатын. Бірақ келесі жылы оған тағы үшінші, төртінші камера қосылмайды, осымен қалады. Екінші жаңалық ретінде ОБТ кезінде ешқандай шпорсыз, кәдімгі өзіңіздің біліміңізге сенгеніңіз дұрыс. Себебі осы ОБТ басталғанына 1-2 апта ғана болды. Соның ішінде 139 балл алған оқушы да болған, бірақ камералардан тексере келе оның 100 балдан жоғарысы ол шпормен, тағы да басқа сондай махинациямен жинаған білініп қалды. Ол оқушының балын сол себепті де аннулировать еткен болатын. Сол себепті де түлектер осы кезден бастап айтам, камерада барлығы білініп тұрады. Даже сіз жоғары балл алдыңыз не төмен балл алдыңыз деген секілді. Бастан соткаге, телефонға сенбей, кәдімгі өздеріңіздің бастарыңызға сеніп барыңыздар. Оның барлығы тексерілгеннен кейін, уже ОБТ-ны тапсырып болғаннан кейін, 2 ОБТ-ны тапсырып болғаннан кейін балл аннулировать еткен ол өте жаман. 0 болғаннан көрі өзіңіздің шынайы біліміңізбен жинаған балл әлде қайда жақсы. Таныстыратын ең алғашқы университет, және де біздің YouTube каналда өте көп сұраған университеттің бірі Астана қаласындағы Нарықбаев атындағы Казгю университеті. Жалпы Альтаир, сіздерде қазіргі таңда оқытып жатқан мамандықтарға кішкене тоқталсақ. Мен негізі айта берсем, ол ұзақ болып кететін сияқты. Жалпы қысқаға айта кетейін, бізде жоғары заң мектебі бар, жоғары экономика мектебі бар, және жоғары гуманитарлы мектебі бар. Ол жерде бізде 16 мамандықтан бар. Сіздердің университеттеріңізге түскісі келетін
абитуриент не нәрсені білу керек, не нәрсеге дайын болу керек? Не нәрсеге дайын болу керек? Ең алдымен мотивациясы болу керек. Өйткені біздің университет оқушының ұбт балдарына, бағаларына қарамайды, оның мотивациясына қарайды. Және де ең біріншіден бізде ұбт-сыз түсетін негізі мүмкіндіктер көп. Мысалға, біздің университет арқылы Солбридж университетіне, ол Кореяда орналасқан, сол университетке ұбт-сыз түсуге болады. Және бізде non-degree программасы арқылы мүлдем егерде ұбт тапсырмай қалса, немесе балл аз болып қалса, проходной жиналмай қалса, ұбт-сыз түсуге мүмкіндік бар. Ол non-degree бағдарламасы. Ол туралы нақтырақ қай жерде ақпарат алсақ болады? Ол туралы ақпаратты жалпы 70-30-30 нөміріне звондап, немесе біздің Instagram парақшамызда, KazGU.kz парақшасында қарауға болады. Ал документті қай уақытқа дейінгі аралықта тапсыру керек? Бізде қабылдау комиссиясы сәл күннен кейін уже басталады. Негізі 1 маусымдан бастаймыз, 25 августқа дейін болады. Студенттік өмір қалай болады және де қандай қызықтарға толы болады? Мен негізі осы студенттік өмір деген тақырып айта берсем бітпейтін тақырып. Сондай қызықты. Мен өзім негізі 1 курс студентімін. Бірақ мен өзім активист болдым мектепте, бірақ содан ләззат алмадым мектепте. Университетте 1 жыл оқыдым, 11 жыл бойы мектепте оқыған нәрсем бәрін сездім ғой. Классно, керемет. Және соңғы сұрақ, болашақ абитуриенттерге қандай кеңес бересіз? Ең жеңіл кеңес KazGU-ға түсіңіздер. Кезекті университет, нархоз университеті, көптеген түлектер маған осы университетке обзор жасаңызшы деген еді. Бұйыртса бұл жаққа да жасаймыз, бірақ оған дейін осы университетті ойлап жүрген түлектерге жалпы ақпарат. Ең алғашқы сұрақ, енді қазіргі таңда қандай мамандықтарды оқытып жатсыздар? Қайырлы күн. Қазіргі таңда Нархоз университеті 4 бағытта оқытып жатыр. Әлеуметтік, IT, құқықтану және экономикалық 4 бағытта оқытып жатыр қазіргі таңда. Хорошо. Енді бізді көбіне қазіргі видеоны көбіне осы 2022 жылдың түлектері қарайды да. Сол себепті де осы түлектерге қандай жаңалықтар бар? Жаңалықтан бастайтын болсақ, ең ауқымды жаңалық Нархоз университеті үшін 11 маусымда біз жаңа ғимаратымызды ашып жатырмыз. Ғимаратымыз реконструкциядан өткен болатын. Үлкен қаражат жұмсалған. 11 маусымда сол біздің жаңа ғимаратқа келіп танысса болады студенттер, түлектер. Қосымша ақпарат жайлы айта кететін болсам, біздің жоғарғы оқу орнында жалпы академиялық ұтқырлық бар, әскери кафедра бар, ер балаларға және қыз балаларға, сонымен қатар қосдиплом бағдарламалар бар, сонымен ішкі гранттар мен жеңілдіктер бар. Қосымша қазір енді 11 сынып емес, 9-шы, 10-шы сынып оқушыларына ішкі грантты жеңіп алғымыз келсе, қай уақыттан бастап қимылдауымыз керек? Шамамен қаңтар айынан бастап жалпы қимылдай берсе болады. Ол туралы ақпаратты университеттің сайтына немесе Инстаграмына кірсек жеткілікті ғой? Әрине, Нархоз.kz Инстаграм парақшасына кіріп, немесе narkhoz.edu.kz сайтына кіріп көрсе болады. Рахмет. Сабыр сақта, чил бауыр 112 не деп жатыр барма шауын Көзді ашып жұмдым, келіп қалды сауыр Жағдай жаман емес, жағдай тап-тауыр Тесі тірікке, тимесі де тірікке Ойларымды сенің миың әйгем Бастап берсең болды әрек Келесі сіздерге таныстыратын жоғарғы оқу орны Алматы қаласындағы логистика және көлік академиясы. Енді сізге ең алғашқы сұрақ, әрине абитуриенттердің ең жиі қоятын сұрағы қандай мамандықтар оқытады? Саламатсыздар ма? Бізде логистика және көлік академиясы, бізде техникалық мамандықтар оқытылады. Таңдау пәндері физика, математика және география, математика. Мамандықтардың түрлері 21 мамандық түрі. Жалпы тоқ саласы болсын, жол саласы болсын, темір жол саласы, жолдың түр саласына және де логистика, организация, перевозка деген сияқты салаларда оқытылады. 21 мамандық түрі. Керемет. Именно қай мамандықтарға сіздерге грант көп бөлінеді енді? Әр жыл сайын әртүрлі ғой, бірақ жалпылай айтқанда? Жалпылай айтқанда, өздеріңіз білетін шығарсыздар, Қазақстан бойынша ең көп грант бөлінетін техникалық мамандықтар. Оның ішінде бізде алдыңғы жылғы статистика бойынша 50 мен 60 бала арасында жинаған оқушылардың грантқа түскен оқушылардың саны 200-ден астам болған. Ол бізде физика, математика бойынша. Ал география, математика бойынша енді 2 есе төмендеу физика, математикаға қарағанда. Сол жаңағы айтып өткенім жол саласы және темір жол саласы тоқ салаларына көп грант бөлінеді. Қателеспесем, сіздерге 50 балмен де грантқа түсуге болады, иә? 50 балмен де грантқа түсуге болады. 50 мен 60 бал арасында. Шектік балл 50 балл.
сол себепті де осы кезде мысалы көбіміз ұбт тапсырып жатыр ғой, грантқа түспей қалатын секілдімін деген секілді ойлар болса, негізі сіздерге өте көп мүмкіншіліктер бар, просто сіздер білмей жатасыздар. Сол себепті де осы бастан дұрыстап университетті қарап, мамандықтарды қараңыздар. Осы орайда именно 2022 жылғы түлектерге қандай мүмкіншіліктер жасалған? Бізде әр жыл сайын көбісі таңғалып жатады, сенбей жатады даже. Екі мемлекеттік грантқа ALC-ға түскен жағдайда бізде тегін сыйлыққа ноутбук беріледі. Ол сізде өзіңізде қалады, оқу бітіргеннен кейін де. Ол бізде анау-мынау ноутбуктар емес, жақсы ноутбуктар. Біз алдыңғы жылы 2000 ноутбук бергенбіз, осы жылы гранттың саны өте көп, сондықтан 3000 ноутбук деп отырмыз. Керемет. Сонда мен басты грантқа түссем болды, сіздер қалай болғанда да осы университетке түскен үшін ноутбук бересіздер, Иә, сыйлыққа. Ал студенттік өмір қалай жүреді? Студенттік өмір енді артық жақтары да бар басқа жоғары оқу орындарына қарағанда. Себебі түрлі клубтар мен организациялар бар. Академия шеңберінде де, қалалық шеңберде де белсене атсалысатын. Және де студенттік өмірде бізде өзіңіз білетін шығарсыз, студенттер қатарына қабылдау кеші, яғни посвящение бір күн емес 2 апта өтеді. Сонысымен ерекше жарыс түрінде қызу қанды, енді Алматыны төңкеріп тастайтындай болады. Мықты. Рахмет көп. ALT Қосымша шетелде оқу бойынша да ерекше ақпараттар болды. Яғни шетелге оқуға түсу, шетелдегі мүмкіншіліктер, қосымша стипендиялар, оған грантқа түсу деген секілді. Тағы бір жаңалық ЖО-КЗ-тің арнайы мектебінің ашылуы, яғни Алматы қаласында ЖО High School ашылып жатыр. Сол туралы ақпарат болған болатын. Одан бөлек білесіздер, Ақтау қаласында және Шымкент қаласында ашылып жатыр. Бұл жиында болып жатқан қызықтар туралы қазір бізге ЖО-КЗ-тің маркетинг бөлімінің басшысы Абат мырза толықтай тоқталып кетсеңіз, қандай қызықтар болып жатыр қазір? ЖО-фест Алматы, былайша айтқанда біз өте үлкен платформамыз, бізде өте көп оқушылар отырады. Плюс сол өте көп оқушылар, ол жоғары сыныптың оқушылары. И бір жағынан бізде партнер университеттеріміз бар. Біз сол екі жақты бір ортада жинай алатынымызға көзіміз жетті. Ол бірінші Шымкент қаласында жасаған ЖО-фест фестивальда, тоже осында университет фестивалінде 800 адам жиналды. Ақтау қаласында тоже 800 адам жиналды. Бұл уақытқа дейін бірде-бір университет олай жинап көрмеген екен оқушыларды. Шок болып, олар да шок болды, өзіміз де шок болдық. Сөйтіп Алматыда осындай балуан шолақта ұйымдастырдық. Қазір мәшітте болып жатқан мәселе ол 7-8 университет келіп өздері туралы презентация жасап жатыр оқушыларға. Основной оқушылар 9-шы, 10-шы, 11-ші сыныптар оқушылары. Және де ол оқушыларға керемет бір конкурс ұйымдастырып жатырмыз. Біздің онлайн ұбт-ға дайындық курсымыз, офлайн ұбт-ға дайындық курсымыз, ЖО High School мектеп ашайын деп жатырмыз жақында. Соларға тегін сертификаттар беріп жатырмыз. Тегін дегенде 150 мың теңгелік, 750 мың, 1,5 миллиондық сондай сертификаттар беріп жатырмыз. Керемет. Қосымша концерттік бағдарлама бар, қателеспесем. Концерттік бағдарлама Дакелот, былайша айтқанда қазіргі жастардың арасында танымал болып кеткен өлеңдері бар адамдарды шақырдық. Ол Дакелот, ол еңлік, опять же, ол одан кейін Аршат деген бір әнші бар. Осы әншілерді шақырдық. Оқушылардың жалпы қазіргі таңда атмосферасы, өздерінің бір болады ғой, аурасы қалай болып жатыр? Мен шынымды айтсам, Ақтау қаласында болдым, Шымкент қаласында болған жоқпын. Бірақ Алматының оқушылары всегда ерекше болады. Олар бағанадай киім киісі де, ойлау жүйесі де, олар мүлдем басқаша да. Мен ойымша біз солардың вайбтарына кіре алдық деп ойлаймын. Классно, мықты. Осы орайда тағы да бір сұрақ. Сұрағымды есіме түсіріп алайын. Енді бұл фестивальға келе алмаған оқушылар көп. Алматыға жақын емес, немесе Шымкентке, немесе Ақтауға келе алмаған деген секілді. Ол оқушыларға қалай осындай атмосфераны сезінсек болады, немесе осы жақтағы айтылған өте көп спикерлер болды. Вот сол спикерлердің айтылған ақпараттарын қай жақтан алсақ болады? Біз дополнительно өзіміздің YouTube каналымызға түсіріп жатырмыз.
мамандық таңдау мектебі YouTube каналында да бұйырса шығады үзінділері, былайша айтқанда обзоры. Одан кейін біз енді осы жылы бірінші рет бастап жатырмыз бұндай нәрсені. Ендігі жылы бұйырса одан да көп қалаларды аралаймыз деген ойдамыз. Осы жылы 2022-де біз 3 қаланы ғана араладық та. Ендігі жылы бұйырса 14 қаланы аралаймыз деген ниетіміз бар. Керемет. Ал жалпы жаңа спикерлер бізде өздерінің ақпараттарын таныстырып кетті. Сол кісілер туралы кішігірім ақпарат беріп кетсеңіз. Кімдер болды? Ол Ескендір Бестай, қазіргі бизнес Шомбай бизнес мектебінің директоры. Ол Нұрғали Елшібеков. Ол кісі Билл, яғни КТЛ-де Ништа директор болған. Одан кейін Вьетнамда мектепте қызмет етіп келген. Сол кісіні біз 20 жылдық былайша айтқанда тәжірибесі бар кісі білім саласында. Сол кісіні біз өзімізге Джо Хай Скулды ашсын деп шақырдық. Джо Хай Скул деген Джо мектебі. Одан кейін Диас ұстаз деген болды. Диас ұстаз ол біздің профайлинг-толк, сол Джо Хай Скулдың ішіндегі профайлинг-толк мырза. Бір жағынан өзіміздің Джо KZ платформасының құрушысы Қанат ағай болды. Сосын оқушылардың сұрақтарына жауап берсін деп, енді 11 сыныптар бар келген. Солардың сұрақтарына жауап берсін деп ұлттық тестілеу орталығының директоры Руслан Емирбаевты шақырдық. Керемет. Джо KZ-тен қандай ақпараттар күтеміз? Джо KZ-тен осы жылда біздің жасап жатқан жаңалығымыз осы оқу жылына, алдағы келе жатқан оқу жылына, ол біз Джо Хай Скул мектептерін ашып жатырмыз Қазақстанның 3 қаласында, Алматы, Ақтау және де Шымкент қалаларында. Джо Хай Скул былайша айтқанда қазір сондай тренд бар ғой, рынокта Хай Скул ашып жатыр да бүкіл мектептер. Сол басқа мектептерден өзіміз ерекшеленетін оқу жүйесі бар, өзінің ішкі бағана вайпы бар бір мектеп ашамыз деген ойдамыз. Жаңа айтқанда да басқа мектептен ерекшелігіміз деген тоқталып кеттік, иә? Қандай ерекшеліктер? Бұл жерде оқушы қандай сабаққа қалай қатысатынын өзі таңдайды, уровенін өзі таңдайды. Мысалы, екеуміз егер сол жақта оқып жатсақ, сіз 10 класстың оқушысы деп ойлайық, мен 8 класстың оқушысымын деп ойлайық. Екеуміз биология сабағында бірге отыруымыз мүмкін, например. Ал математика сабағында сіз 7 класстармен бірге отыруыңыз мүмкін. Немесе мен химия сабағында 11 класстармен бірге отыру мүмкін. Әр оқушының өз деңгейіне байланысты сабақтарды беретін сондай бір система құрып жатырмыз. Оны да опять же IT-мен біріктіріп, ұштастырып жасап жатырмыз. Сонда түсінген бойынша мектеп ол 5-ші сыныптан жоғары ғой? Осы жылы 10-ші 11-ші сыныптар. Алғашқы жылы, болашақта ол 7-тен жоғары деп бұйырса. Керемет, сәттілік. Сонымен бүгінгі видеомызда соңына таяп қапты. Негізі маған қызықты болған ерекше контенттердің бірі болды, себебі өте көп оқушылардың арасында жүрдік. Көп оқушылар танып жатты. Негізі сіздердің өстіп танып келіп, суретке түсіп, араласып жатқандарыңызға өте қатты қуаныштымын. Болашақта сіздермен өстіп байланыста боламыз деген ойдамын. Өте көп мектептерге, өте көп университеттерді де көрсеткім келеді. Біртіндеп сол күнге де жетеміз деп ойлаймын. Сіздерге барынша көп ақпарат беріп, әрқайсыңыздың университет таңдап, әрқайсыларыңыз мамандық таңдауларыңызға бір септігімді тигізгім келеді. Сол себепті де міндетті түрде біздің каналымызды үнемі бақылап, қарап жүріңіздер. Сау, саламат болыңыздар.